Что за бардак? Кража, убийство, якобы мынандай атёртүн өлтүрген, яғни таспен добиваться еткен. Қылмыс болған уақытта үйде ешкім болмаған, охрана ұйықтап жатқан. Содан оянып далаға шығып қылмыскерлер тоқтатпақшы болған, но өзінің өмірі тоқтаған. Сука. Твою мать, жап-жас бала ғана. Студент екен, үйінің үлкені. Қосымша жұмыс жасағысы келген ғой. Несі бар? Тып-тыныш оқуын оқып жүре бермей ма? Жұмыс жасап үлгеретін еді ғой. Сен көтің кіше, блядь. Или ерігіп жатыр деп ойлайсың ма, блядь? Или нахуй сен асырап жүрсің ма бұның семьясын? Или еріккеннен жатыр ма, блядь? 700 000 теңгенің айлығына өліп кетіп тұрған нахуй. Блядь, нахуй түсінбеймін адамдар даңғарада үй салады, соңғы маркалы машина мінеді, блядь. И 700 000 теңгеге охрана жалдайды, блядь. Кім рисковать етеді 700 000 теңгеге? Кән әділеттілік. Все, аяке түсіндім. Не істеймін? Блядь, не істеу керектігін менен сұрамай жүрсің ау. Көтер камераны. Допрос ал бәрінен, шығат ішінен бір-екеу. Все, понял, хорошо. Давай, құр. Айдар, темекі шегіп алсаң нервті өлтіреді. Мура, бұл нервті өлтірмейді, өміріңді өлтіреді. Кілтіңді берші маған машина. Үйіне хабар бердіңдер ма? Қалай айтатынын білмедік. Айтыңдар бір нәрсе, жұмыс жасаңдар, давай. Мына хатадан қашан шығамыз, Білмедім. Тезірек шығу керек. Ишак, сен итпен іздеп жүрген білесің ба? Кім ол? Камераға түскенің бар, көзің құртпайсың ба камераны? Маскада болдым ғой мен. Көзіңше? Көзің аздай саусағын көрсетіп беріпсің. Ол мен для прикола істей салғаным ғой. Для прикол. Мал, отыр. Не болды? Кім келген білесің ба Шымкентке? Кім? Айдар деген опер келген. Кім ол вообще? Айдар ол, Алматыда мен жұмыс істеп жүрген кезде көтіме түсіп Алматыдан қуып шыққан опер ол. Мал, сен табуға көзіңнің өзі жеткілікті. Сен онымен бір жерде жолыққансың ғой, Кім мен? Кім ол вообще? Не айтып отырсың өзі? Сен алақ-жұлақ өтіп бір күн ұстап бересің бізді. Көтіңді қысып жүр дедім ғой соған. Шықпайсың енді ешқайда. Мен же кішкентай бала көрмеш. Мен саған щегол емес болу. Вообще маған, вообще жаның ашымай қойсыншы, кетші. Тыңда, Бірақ қош, білесің ғой мінезін ит қырсық екен. Ана Айдар деген қаяқтан шыққан бәге оғы? Бұрын Алматыда жұмыс істеген, қазір Шымкентке келіп сол. Ол по-любому бір күн бізді іздеп біледі. Ол бізді іздеп келмей тұрып, біз оны іздеп табуымыз керек. И шанс келсе, көзін құрту керек оны. Ана бізге наводка беріп отқан менттен сұқайықты болды ғой информация. Қумаш Гоша, олар по-любому сотрудник. Білдірпеуіміз керек ешкім еш нәрсе. Мара, ана Гоша екен, ананы үйден шығармаңдар. Ол ұсталса бәріміз кетеміз. Хорошо. Сен өзің қайда кет? Қалай айналыспаймыз, Нұреке? Мен ол дела бойынша күдіктің тауып қойдым ғой почти. Ну, хотя мен мына деланы жабайын, одан кейін маған беріңізші, мен айналысайын сол деламен. Сен өз сөз түсінесің ба? Ол тірлік бойынша уже жігіттер шығып кетті Алматыға. Ертең тауып алып келеді машинаны. Вот сол ловушка, Нұреке. Оған кража жасаған адамдар Шымкентте болуы мүмкін. Бұған бейжай қарауға болмайды, Нұреке. Сен сөз түсінесің ба? Маған ақыл үйретіп отырсың сен. Саған тапсырма берді ма, соны істесе көтіңді қысып. Все, принял. Принял деп қойы ғой. Мен Астанаға кетіп бара жатырмын. Саған 24 сағат уақытың бар. Тірліктің бәрін бітір, ана делаңды жап. Все. Құры. Псих. Не? Кеше қызыңды көрдің ғой сен? Қандай қыз? Ана саунадағы ше? Қызым емес ол мен. Қайдан көрдің? Қайдан көрдің деген? Саунадан да. Сөйтіп, короче, таңдайтын кезде топ ұрлап шықты ғой, короче. Әдемі көп сен қызың ше? Арасында мен таңып қалды да сразу. Типа намек тастап тұр ғой маған ше? Мен таңда деген сияқты күліп ше. Сөйтіп не істедің сен? Сөйтіп не істегенде ар жағы түсінікті шығар енді. Сука. Ойнап айтып жатырмын, не болды? Ораза ғой, орын қойшы. Өтчай. Екі әріп үшін не болды сенші?
Ассалаумағалейкум. Алейкум Саламан, братан, қалайсың, амансың ба? Жақсы, Шерхан. Сен анау менің братишкам танисың ба, Мауглиді? Иә, ачу. Соны танымайтын болсай. Жоқ, қалай танымайтын боласың? Танитын боласың. Маған постоянно келіп жүреді, шашы ұзын, сіздің ініңіз. Ендеше. Сәл танимын енді, бірақ сәл танып тұрмын әлде де ше. Алтын-палтын ұрлап маған әкеп өткізіп жүретін еді ғой бала. Арық келген өз. Шашын буып алып бір нәрсе жүретін бала еді. Есіңе түсіріп көршкен? Кімді? Вот, нормально. Короче, жоға, саған жақын күндері біреулер кеп, сол информация сұрау мүмкін сенің. Сол кезде, мына аузыңнан не дай боқ бір сөз шығатын болса, істеріңді қағып алам, түсіндің ба? Если біз кетсек, сен де кетесің. Тыныш жүр, түсіндің ба? Давай. Ойбай, мен не деп кетем? Ақшамды алдым, болды емес пе? Кім қая кетіп жатыр? Құрсын еш. Білем, бүгін кеше болсын ба? Жоқ. Ертең кешке. Жоқ, не болды? Арғы кеше болсын ба? Мақұл болсын. Тек арғы бізде воскресенье, воскресенье класстасым туған күні сойқы барғым керек болсын біз деген. Просто ойлағым ғой, екеуміз бірге тамақтан қайтамыз ба деп ше. Онсыз да тамақтанып отырмыз ғой? Жоқ, енді бұл тамағымен ғой, просто андай бір необычный ресторанға барып, қымбат жерге барып ше екеуміз. Кувшин де әдемі не алса? Иә, білем, Кувшин да жақсы жер, біліп тұрмын ғой. Просто енді андай бір жерге барып екеуміз әдемі киініп алып, мен саған столыңды ашып беріп, сені отырғызып, мына жерде бір негр бала былайынан скрипкада ойнап атады, сөйтіп біздің кемеміз батып атады. Бура, осы қиялдана бермеші. Ас болсын. Бізді тек жұмыс қана байланыстырады, осыны ұмытпашы мақұл. Жоқ, ұмытпаймын ғой, білем ғой. Қалайсыңдар? Білем. Мен машинада боламын. Гүлдан? Каспиға дұрыстасың ба? Иә. Шық па? Ой, бүгін ертең арың боссын ба деді, бос емес білем, шеге басы тырысып кетіп барады да. Өзіңе алып жүріп кеттің ғой? Жаңа бір жерге кіріп шыққан машина. Камерадағыларды алдым ба әйтеуір? Алдым, уайымдама. Ал енді тез заказ беріп, тамақтанып барайық ана. Алматыдан келген бастық ұрсады ғой саған. Бура, есіңде болсын. Бастық ұрса ма, одан үлкен ұрса ма ше. Мына Кувшин тамағын тосып тұрмаймын ғой мен. Месқарын, месқарын. Официант! Мына жер таң 5-ге дейін дұрыс қойып та. Зор, любой время келе беретін болды. Қалай мен 13 миллионна 2-ақ миллион алу керекпін? Дұрыс қой енді, сен тек шитіста тұрдың ғой. Шитіста тұрсам да, мен наводка берген жоқпын ба? Мазган қайырмаш, талбан. Біз үйге кіреміз, ақша алып шығамыз, адам өлтіреміз. Сен мен бірдей алады деп ойлайсың ба? Қалай ойланады мынау? Нифига себе, бірдей алу керекпіз. Құмай, Самат, біз көбірек алуымыз керек. Жоқ, болмайды. Тоқтау онда шеш, бүйтеміз. Қазір барып хат аламыз, сөйтеміз да ақшаны теңдей бөліп азия ойнаймыз. Кім ұтады, ақшаны бәрін солап кетеді. Көттерің тұра ма? Давай онда сөйтейік. Давай ма? Давай. Жүріңдер. Алло, Жан, неге настроениең жоқ? Жұмыс қой енді. Жан, жұмыс деп ма, вообще внимание бөлмейтін болдыңыз ғой. Мен ойнап жүрген жоқпын ғой, Жан, жұмыс жасап жүрмін ғой, ерігіп жүрген жоқпын ғой. Мақұл, мейлі, жұмысын жасай берші, онда потом звондаймын. Давай, пока. Айттым ғой, осы Шымкенттен бір қыз точно аталаған ғой. Осыдан Шымкентке барайын, жан шығарам ғой. В общем, жеги, бізге наводка берді, соны сендермен ақылдасу керек болып тұр. Ақылдасып не сұрауың брат, өзің шешесің ғой. За любой кипишқа білесің. Сол жағы қиын болып тұр ғой сол. Короче, сотрудниктің үйіне түсу керек. Ондай отморозок емес едік қой біз. Білем, мынауың шынымен де опасно екен, Дым опасность жоқ.
кәдімгі өзіміз сияқты адамдар ғой, үстіне форма киіп алған. Иә, оның үстіне үйінде ешкім болмайды. Барамыз, сейфтен ақшаны аламыз, и кетеміз, и все. Сейфті қалай ашамыз? Парольмен. Короче, осы жол наводка берген адамға жақсынан шот алып сатайын деп тұрмыз ғой. Шитстамен қалмаймын, в общем, сендермен барам. Сен іздеп ату ғой, оты күйде. Оны іздеп атқан опер қазір басқа деламен кеткен. Осы деланы жабам дегенше, біз мына жақта сейфтегі ақшаны алып кетуіміз керек. Сонда да күндіз сыртқа шықпа. Гоша, кеттік екеуміз үйдің айналасын көріп қайтайық. Сонда Маугли екеуміз хабарда боламыз ғой үйде. Все, давай. Гүлдана, сіз редакторға хабарластың ба? Ярыш пен төрттің арасында болған дейді. Мына машина қай уақытта жүрген? Ровно 3-тен 51 минут өткенде. Сука, мына машинаның нөмірін ал да, базаға салып бүкіл данныйын шығаршы. Сөйтіп GPS пен картасын аш. Тез қимылдаш, тез. Маугли. Қайда кет? Магазинге темекі алып қайтам. Шықпасаш, братаның ашыланады ғой. Қойш, 5 минут қой мара. Хорошо, тогда сушняк тарта кел. Айдар походу мынау болар емес. Табылды ма? Мыналардың қалада тайраңдап жүр ғой. Соңғы рет 8-ші микрорайонда түскен. 8-ші микрорайон қандай жер ол? Посуточный арендаға беретін жерлер. Жас ұрлық үшін квартира алған. 99% гарантия осылар. Кеттік, тез ұстау керек мына. Гүлдан! Ассалаумағалейкум, көке. Уалейкум ассалам. Көке, келіңіз, көмектесіп берейін. Қайда барасыз? Үйім анда жолдан магазинге кіріп шығуым керек еді. Жарайды, магазинге дейін көмектесіп берейін, ары қарап өзіңіз барасыз ғой. Бар екенсің ғой, қазағым, айналайын. Жүр. Точно осы машина ғой, Осы машина. Гүлдана, базадан қарадың ба, хозяин нөмірі шықты ма? Иә. Номер қосулы, соңғы звонок 11:30-да болған, одан кейін звонок келмеген. Болмаса өшіріп тастаған. Связь орнатшы солармен. Күтеміз, басқа орыншы. Кейін ұтылып қалып, анау ақшаны қайтараса істеген әңгімелер болмасын мақма. Қолынан келген істеш мақма. Сама сенің тамағың не болды? Әлі заказ беріп отырсың ба? Как беріп отырмын. Не бар қолында соншалық жүршкен тойлайды? Алло? Саламатсыздар ма? Басал. Так, бізге... Жас, Дәулет, жас. 8-ші микрорайон, 53-ші том, 32-ші квартира, 4-ші этаж. Все, толық адрес бар. Кіммен сөйлесті? Доставкаға звондады, көпірлеген адамдардың дауысы, тамаққа заказ бертказ. Что там, группа шақырыңыз ба? Группа шақырып қайтесіз, может, үшеуміз жететін шығармыз. Жоқ, группа шақырсаң шулатып аласың. Үшеуміз кіргенде де есікті ашып бере салмайды олар бізге. Явно құлтап отыр ғой. Бізге өздері есікті ашып беретіндей вариант жасау керек. Қумашы, Айдар. Қағыда бірден, оны қалай жасайсың ол? Өздері қайтып ашып береді саған. Бізге ашып бермесе де доставщик ашып береді ғой. Дәулет, домның алдынан доставщикті күтші кіргізбешіге. Көке 1290 теңге болды. Жақсы, қазір. Мен ақшам қайда еді, Ақшам бар сияқты. Ақшам қайда шықпады. Әсет көке, ренжімеңіз. Еңбектің ақысы берілу керек. По идее, нормально. 50 метрге 12 теңге істеп аласың ғой. Бауырым, ренжімеші, ситуация сондай болып тұр. Давай, кіш. Чудом, біз қашан келеміз? Бірге кіреміз. Бірақ жоғарыдағы этажға көтеріліп кетесіңдер. Бірақ сен де ауайлықшы тосын. Шымкентке өліп кетпес еді. Мен уайымдамашы. В общем, мен белгімсіз қимылдамайсыңдар, артық движение керек емес. Түсінікті ғой, Жеге, в общем, ең қолайлы уақыт 3 пен 4-тің арасы.
Машинаны қоятын қауіпсіз жер тауып қойдым. Жолама, сен сол машинада отырасың. Но артық қимылсыз. Оша жаңа камераларды көрдің ғой. Сол камераларды өшіресің. Сен міндетің сол. Қалай өшіресің камераларды? Дәл солай машинаға барасың. Біз Мара екеуміз ішке кіреміз. Егер 10 минутта шықпасақ, значит бізде тревога. О жерден кетіп қалыңдар, түсінікті ма? Что-то мутный еще науың. Опасный емес пе? Жоқ, брат, бәрін тексердім мен. Наводканы по факту беріп отыр. Тексерсең бапты әйтеуір. Ойлашпа, менттарға сене берме. Уайымдама, Мара. Мен де өз есебім білемін ғой. Үнемі шийтісті ағалам бар ғой. Сен қуан қайта. Ана Айдар басқа деламен кетпегенде ауылға кететін ең. Сол Айдардың бес маған адресін қалтасында 10 теңгесіне дейін жоқ кетейін біледі. Айтты ғой Маугли саған, ол ойнайтын адам емес деп. Дайындалыңдар, Кек. Не үшін келдік мұнда? Жаңа Айдар түсінемін. Но біздің ешқандай кінәміз жоқ қой. Комиссарлар салды жазасын алады, өтейді. Мұрат, понимаешь, просто ол құрметке лайық. Тезсіз кіріп шығып, енді ана басы 8 пропущенный дейді. Асығаннан келіп қалған ойды. Все, күте тұршам. Ақша бұлдар жүрмесен, биік таудан не пайда, шыңында қақ жақпаса, сылдырап ақтар таусылып, жайқалған балдар не пайда, шаршап іргелі тұрмыстан, саясында жатпаса, жарық күннен не пайда, үйіңде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не, бұзығын шулап жатпаса. Байлықтан жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңда бөлгізген сәбиден қолың қалмаса, ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса, елін жара